Жоңғар Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің номері 2 туристік маршруты Жасылкөл көлі. Төменгі Жасылкөл көліне жету үшін Лепсі елді мекенінен Жалаңаш орманшы үйіне дейін автокөлікпен 12 шақырым. Жалаңаш орманшы үйінен Омартаға дейін автокөлікпен 11 шақырым. Омартадан көлге дейін 4 шақырымды жаяу еңсеру қажет. Жасылкөлге бару арқылы тұмса табиғатты сүйетін әуесқой жандар үшін айналасын жапырақты және қылқан жапырақты орман тоғай қоршаған таптырмас орын. Әр бөктерде құлпырған алуан түрлі гүлдер қайталанбас хош иіс береді. Тау баурайындағы таң қурай, бүлдірген, тағы басқа жабайы жеміс дәміне тамсанып, тамаша әсер алатыныңыз сөзсіз. Парк флорасы мен фаунасы тұмса табиғи әлем. Күнделікті күйбең тіршілікті ұмыттырып, жан рахатын сезінуге мүмкіндік сыйлайды. Тау биігінен орын тапқан көлді Жоңғар Алатауынан тамашалай аласыз. Жоңғар Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің табиғи көркем жерлерінің бірі Жасылкөл көлі. Жасылкөл көлі Жоңғар Алатауының інжу маржаны. Теңіз деңгейінен 1630 метр биіктікте Лепсі елді мекеніне жақын орналасқан. Жер сілкінісінің нәтижесінде тастардың опырылуы кезінде табиғи тастар ағыны қатты өзенінің арнасын жауып, өте әсерлі көлемде табиғи көркем көл пайда болды.